WorldSkills Орал 2023 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдар арасындағы чемпионат жыл сайын өткізіліп келеді. Іс-шара ландшафтық дизайн құзыреттілігі бойынша Бөрлі ауылындағы колледжде де жалғасын тапты. Жалпы чемпионат жыл сайын еліміздің әр аймағында өткізіліп, кейін республикалық кезеңімен жалғасын табады. Басты мақсат техникалық және кәсіптік мамандықтар дайындау, теория мен практиканы ұштастыра отыра, өзара тәжірибе алмасу. Облыстық кезеңнің әр құзыреттілігі Орал қаласында және аудандарда өткізілді. Ландшафтық дизайн бағытының Бөрлі ауылында өткізуінің өз себебі бар. Міне Бөрлі колледжінде 70 жылдық тарихы бар оқу орнында соңғы 10 жылда ашылған жаңа мамандықтардың бірі осы орман шаруашылығы ландшафтық құрылыс мамандығы. Және осы кәсіптің бірден бір ерекшелігі Батыс Қазақстан өңіріндегі 30-дан астам техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарының ішінде ең бір дара, ерекше және басқа оқу орындарында ұсынылмайтын мамандықтардың бірі. Енді әрине болашақ мамандарды кәсіби еңбек қызметіне даярлау үшін әрине осындай кәсіби байқаулар да қажет. Облыстық кезең 42 құзыреттілік бойынша 15 колледж базасында өткізілді. Облыс бойынша 34 колледж болса, соның 14-і аудандарда орналасқан. Бөрлі ауылында орман шаруашылығы мекемесі орналасқандықтан аталмыш мамандықтың студенттері мен оларды дайындайтын оқытушылар мен мекеме қызметкерлері үнемі байланысып отырады. Ауылдық жерлерде Бөрлі, Шыңғырлау, Жаңғала, Ақсай, Теректі колледждерінде өткізді. Жалпы бүгінгі таңда Бөрлі колледжінде ландшафттық құзыреттілік бойынша өткізіп отыр. Бұл құзыреттілікке 2 колледжден қатысып отыр. Бөрлі және Теректі колледждің студенттері қатысып, 5 студент бақтарын сынайын деп отыр. Жалпы жеңіске жеткен студенттің маусым айында өтетін республика байқауға Батыс Қазақстан облысының осы құзыреттілік бойынша намысын қорғайды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдар арасында өткізіліп келе жатырған чемпионат 2014-2015 жылдан бері өтіп жүрсе, біздің облыс 2018 жылдан бері қатысып келеді екен. Бұндай жарыстарға студенттердің де ынтасы жоғары. Я студент Бөрлинского колледжа. Мен Бөрлі колледжінде ландшафтық дизайн мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Қазіргі таңда бұл мамандыққа сұраныс жоғары. Үздік болу үшін бізге жан-жақты дайындалып, алға қарай ұмтылу қажет. Бүгінгі чемпионат соның бір дәлелі. Облыс бойынша үздік деп танылған студенттер республикалық кезеңде өңір намысын қорғамақ. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық телеарнасы.